Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын, құрамы қарапайым, ешқандай жұмыртқа, айран, сүт қосылмайтын, өте дәмді болып шығатын пирогтың рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға сұйық май және де бөлме температурасындағы суды құямыз. Үстінен қантты саламыз. Барлығын жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Енді осы дайын болған қоспамыздың үстінен разрыхитель, какао, ұн барлығын таза ыдысымызға салып, жақсылап араластырып, електің көмегімен өткізіп салатын боламыз. Міне бізде осындай қою қамыр шығу тиіс. Осы шыққан қою қамырымызды арнайы формамызға құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минутта пісіріп алатын боламыз. Пешті алдын ала қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Міне достар, біздің дәмді пирогымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Егер де видео ұнаса, өздеріңіздің жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.